Саламатсыздар ма 8 сынып оқушылары 2-де 12 есепті түсіндіретін боламын. Тапсырмасы теңдеуді шешіңдер. Оқушылар, мұнда бізде екінші есеп шығарылып көрсетілген екен. Мұнда мен бірінші, үшінші және төртінші есепті шығарып түсіндіретін боламын. X минус 2-нің квадратын өзін жазып аламыз. 49-ды, яғни минус 49-ды плюс 49 етіп теңдіктің оң жағына ауыстырамыз. X минус 2 деп аламыз да, мұндағы квадраттан құтылу үшін 49-ды түбірдің астына аламыз. Бұл 49 бізде түбірдің астынан 7 болып шығады, яғни плюс минус 7 деп аламыз. Енді жеке-жеке x минус 2 тең 7 деп шығарамыз, және x минус 2 тең минус 7 деп шығарамыз. Сонда x тең болады 7 қосылған 2-ге, сонда 2 қосылып 9 болады, ал мұнда x тең болады минус 7 қосылған 2-ге, сонда x тең болады минус 5-ге. Сонда жауабы 9 және минус 5 болады екен. Енді келесі 2 көбейтілген 3x қосылған 5, осының квадраты. Мына өрнекті толығымен қарама-қарсы таңбамен теңдіктің сол жағына ауыстырайық. 3x қосылған 5 тең болады 0-ге. Енді оқушылар өздерін көріп тұрғандай, мұнда бізде 3x қосылған 5, мұнда да 3x қосылған 5-е ортақ көбейткіш етіп жақшаның алдына шығарамыз. 3x қосылған 5 деп шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады. Мына жерде мінекей біреу шығып кетті ғой, 2 3x қосылған 5 қалады. Мұнда мінекей мынау шығып кетті, минус 7 қалады. Тең болады 0-ге деп аламыз. Енді мұнда 3x қосылған 5-тің өзін жазамыз. Мұнда жақшаны ашайық, 6x қосылған 10 азайтылған 7 тең болады 0-ге. Енді 3x қосылған 5, мұнда бізде жақшаның ішінде қалады, 6x қосылған 3-е 10-нан азайтамыз 7-ні. Енді жеке-жеке 0-ге теңеп шығарамыз. Мұнда біз мынаны жақшаға салайықшы. Түсініксіз болады, 3x қосылған 5 тең болады 0-ге. Енді бұдан келіп 3x тең болады минус 5-ге. Сонда x тең болады минус 5 бөлінген 3-ге. Бұл бізде 3. Енді 6x қосылған 3 тең болады 0-ге деп аламыз. 6x тең болады минус 3-ге. Сонда x тең болады минус 3-ті бөлеміз 6-ға, минус 0,10-ге. Сонда жауабы минус 3-тен 5 және минус 0,10-ге. Енді келесі 3x минус 1 осының квадраты. Енді мұндағы 4 азайтылған 12x-ті қарама-қарсы таңбамен ауыстырамыз. Минус 4 плюс 12x тең болады 0-ге. Енді былай алсақ болады, 3x азайтылған 1 осының квадраты. Мұнда бізде екеуінде де 4 деген сан бар, сонда 4-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде қалады 3x азайтылған 1. Екеуінде де 3x азайтылған 1 бар екен. Ортақ көбейткіш етіп жақшаның алдына шығарайық. Сонда жақшаның ішінде қалады 3x азайтылған 1 қосылған 4. X азайтылған 1, мұнда бізде 3x қосылған 3 болады, минус 4 пен, жоқ 4 пен минус 1 екеуі таңбалар әртүрлі болғандықтан азайтылып 3 болады. Енді 3x азайтылған 1 тең болады 0 деп 1 теңдеу шығарамыз. Одан кейін 3x қосылған 3 деп тең 0 деп 1 теңдеу шығарамыз. Сонда 3x тең болады 1-ге, ал x тең болады 1 бөлінген 3-ге.
3x тең болады минус 3-ке, ал x тең болады минус 3 бөлінген 3-ке. Тең болады минус 1-ге. Жауабы 3-тен 1 және минус 1. Оқушылар түсінбеген сұрақтарың болса пікірге жазып сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.